Ал дәл қазір бізбен тұңғыш президент елбасы кітапханасы директорының орынбасары Гүлзат Кайбенова тікелей қосылды. Бірден сауалға көшейік. Қазақстан шекарасын делимитациялаусын қаншалықты сәтті жүзеге асырылды? Сұрағыңызға рахмет. Әрине, біз бүгінгі күні еліміздің егемендік алған күннен бастап қарайтын болсақ, Қазақстан аз ғана уақыттың ішінде үлкен жетістікке жетті. Тарихи сәттен қарайтын болсақ, бұрын қазақ хандығында да, қазақ кеңес мемлекетінде де бекітілген мемлекеттік шекаралар болған жоқ. Сондықтан осы тараптан бүгінгі күні еліміздің мемлекеттік шекараларының делимитациясы сәтті өтті деп айтуға болады. Осы сәтте бүгінгі күні қабылданған екі құжаттың маңызы өте жоғары. Соның ішінде орталық азиялық республикалармен, Қырғызстанмен және екінші жақтан Түркменстанмен, Өзбекстанмен. Әрине, мемлекеттік шекараны айқындауда мемлекеттік атрибуттық ретінде елбасының орнын атап кету жөн деп ойлаймын. Түсінікті, бұл мәселеден әр мемлекет өз мүддесін ойлайтын түсінікті. Осы орайда сұрақ туындайды. Қай елмен немесе қай учаскеде шекарамызда шегендеу енді салыстырмалы түрде айтқанда қиынға түсті? Жалпы Қазақстанның шекараларын қарайтын болсақ, солтүстікте Ресеймен, шығыста Қытаймен, оңтүстікте Орталық Азия елдерімен, батыста Каспий теңізімен қарайтын болсақ, осы мемлекеттік шекарада айқындауда бүгінгі күні Орталық Азиялардың ішінде қарастырғанда Өзбекстан елімен әрине өз ерекшеліктері болды. Себебі оңтүстік жерінде бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысының аудандары, сол жерде көп халқы орналасқан және екі елдің өкілдері де тұрады, соны әрине санау керек болды. Екінші жағынан кеңес үкіметінен қалыптасқан карталарды қарайтын болса, осы карталарда да шекаралар әр жерде әртүрлі бекітілген екен. Сондықтан Өзбекстан елімен де бұл жерде кішкене келісім сөздер жүргізу қажет болды. Ал Түркменстанмен салыстыратын болсақ, Түркменстанмен әлдеқайда бұл мәселе жеңіл болды, себебі үстірт платаның оңтүстік жағымен шекара өтті. Түсінікті, рахмет. Бізбен тікелей эфирде қосылған тұңғыш президент елбасы кітапханасы директорының орынбасары Гүлзат Кайбенова.